Ал балалар, біз 3 топқа бөліндік. Бірінші топ бағдаршам тобы, екінші топ жаяу жүргіншілер тобы, үшінші топ тыйым салу белгісі тобы болып 3 топқа бөлінді. Енді біз бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын сабағымыздың тақырыбын болжайық. Яғни біз қазір бинго ойыны арқылы біз сабағымыздың тақырыбын анықтайтын боламыз. Яғни ол жерде бізде жұмбақтар берілген, сол жұмбақтардың жауабын табу арқылы біз бүгінгі сабағымыздың тақырыбын анықтаймыз. Қане? Бізге бір саны түсті. Бір санында қандай жұмбақ бар екен? Бір көзім кідір дейді, бір көзім жүгір дейді, бір көзім абайла дейді, қарабал маңайға дейді. Қане кім айтады? Арман? Бұл жұмбақтың жауабы бағдаршам. Бағдаршам. Қане тексеріп көрейік? Дұрыс, өте жақсы отырады. Бағдаршам екен. Қане екіншісі? Бізде 5 санында бізде қандай жұмбақтар бар екен? Көліктің қаншасын үстінен өткізген? Іргеден басталып, алысқа жеткізген. Ақжан? Жол. Жауабы жол дейді. Қане? Дұрыс, өте жақсы отырады. Жол екен. Келесі бізде 16 саны. 16 санында бізде қандай жұмбақ? Ала таяқ ұстаған, жол тәртібі ұстаған. Нұрдәулет? Полиция қызметкері. Полиция қызметкері. Дұрыс, өте жақсы. Яғни балалар бұлардың полицияның, бағдаршамның атқаратын қызметі не? Жол ережесін сақтау. Яғни балалар бүгінгі біздің ашық сабағымыздың тақырыбы жолда жүру ережесін білеміз бе? Және де балалар бұл жол белгілері көлік қозғалысын реттеу үшін және де жол бойында қойылатын арнайы белгілер. Мінекей, бұл жол белгілерінің өзі жеті түрі бар екен. Ол тыйым салу белгісі, ақпараттық белгі, ескерту, назар аудару деген секілді. Яғни бұл жерде мына белгіні біз білеміз ба? Қандай белгі? Мына пішіндегі белгі қандай белгі? Дұрыс, тыйым салу белгісі. Яғни мына жерде біз көп жерде жолда көреміз бұл белгілерде бұрылуға, тыйым салуға, яғни болмайды деген белгі. Және белгі бар, бұл бізде ақпараттық белгі саналады. Өйткені егер де мына белгі тұратын болса, онда ол бізде Жақын жерде асхана бар. Жақын жерде асхананың бар екенін бізге ақпарат беріп тұрады. Біз белгілерді түсіндік қой. Енді сол белгілерді жаяу жүргіншілерге арналған және жүргізушілерге арналған жол белгілерін екі топқа бөліп шығамыз. Және де қазір мынау бізде қандай түстер? Қызыл, сары, жасыл. Ол нені білдіреді? Бағдаршам дауысын білдіреді. Яғни қазір мен бұл дайындау, баста, аяқта. Дайындаламыз. Жұмысқа кірісеміз. Бұл жаяу жүргіншілерге арналған жол белгілері. Бұрылуға болмайды деген сөз. Жақсы. Тыйым салу белгісі тобы. Дұрыс, бөлген екен. Отырамыздар. Керемет. Үшінші топ. Бұл жерде жаяу жүргіншілерге арналған жол белгілері. Мына жерде бұл жерде адамдарға жүруге болмайды деген белгі. Ал мына белгі бұл велосипед айдайтын жер. Тамаша, орындапты, штабта отырамыздар. Енді балалар, бізде тағы тапсырма бар. Қазір мен сендерге суреттер таратамын. Осы сюжетті суреттер арқылы біз мәтін құрап жазамыз. Яғни ол мәтіннің ішінде сын есім және сын есімнің шырайлары болуы шарт. Балалар, тоқтатамыз, уақыт аяқталды. Енді мәтінді жазып қой, әңгіме жазып үлгердік па? Кәусар, оқи қойшы. Бұл суретте балалардың ойнауы үшін қауіпсіз жерде келгенін байқамай қалуы мүмкін. Сол үшін жолда жүру ережесін сақтау керек. Бұл жердегі сын есімдерін қайсы?
қауіпсіз. Ал күшейтпелі шырайды қатыстырдың ба? Иә. Қандай күшейтпелі шырай? Тым аз. Тым аз және Өте ыңғайлы. өте ыңғайлы. Дұрыс. Мына топтан Аяла Кәусарға 2 жұлдыз 1 тілек айтысы арқылы бағала. Маған бұл құраған мәтін ұнады. Сын есімі шай түрлері орында қолданылған. Бірақ бұл мәтін кішкене ашылмай қалған сияқты. Жақсы, отыра қойыңдар. Ал балалар, біз бүгінгі сабағымызды футболист ойыны арқылы қорытындылаймыз. Яғни, қазір бізге сұрақтар беріледі. Кету белгілері қандай пішінде болады? Орал. Үшбұрыш пішінде болады. Бізде сұрақ сын есімнің шырайларын ата дейді. Айша. Сын есімнің шырайлары 2 бөлінеді. Кішілтпелі шырай және салыстырмалы. Салыстырмалы шырай. Дұрыс. Өте дұрыс отырамын. Қане? Ал енді жол белгілерінің маңызы қандай? Жол белгілерінің маңызы қандай? Арман? Жол белгілерінің маңызы ол адам өмірде қауіптілік тимесін деп орнатылған. Орнатылған, иә? Иә. Дұрыс. Өте жақсы. Енді бағдаршамның пайдасы қандай? Қадыржан? Бағдаршам машиналарды тоқта және жүр деген белгілер жақ көзін береді. Көлік қозғалысын деймін, иә? Адамды қақпету үшін сондай қызыл реңмен жүргенде адамдар жүреді. Қызыл берілген кезде адам жүре ме, көлік жүреді ме? Адам жүреді. Көлікке қызыл түс беретін болса, онда адамға жасыл түс жағады, иә? Сол кезде жүруге рұқсат. Дұрыс. Күшейтпелі шырайға мысал келтір дейді. Ернұр. Күшейтпелі шырайға өте жаман. Аяла. Күшейтпелі шырайға мысалдар қап-қара, сап-сары, аппақ. Дұрыс. Отыра қойыңдар. Өте жақсы. Біз жол белгілерін өте жақсы түсіндік, иә? Енді оны өмірде қолданамыз ба? Иә. Өте жақсы болды. Өмірде күтпеген оқиғалардан сақтану үшін біз әрқашан жол белгісін Сақтауымыз керек. жан-жағымызға қарап, соның барлығын орындап жүруіміз керек. Өйткені сендер жол белгісін, жол ережесін сақтамасаңдар, сендер тек қана өздерінің өмірлеріне ғана емес, жан-жағындағы адамдардың да өміріне үлкен қауіп төндіресіңдер. Сондықтан да сақтасаң, сақтаймын деген мақал бар бізде, иә? Сондықтан да жол ережесін біліп, жол белгілерін жаттап, әрқашанда жолда тәртіпті болып жүрейік. Сабақ аяқталды балалар, сау болыңдар. Сау болыңдар.